Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2 сынып математика сабағы, 112 сабақ. Менің сабағым көруден алдын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда математика және қазақ тілі пәндері жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз көбейту мен бөлуге берілген жанама түрде тұжырымдалған есептер. Бірінші есепті шығар. Бір көшеде 18 үй бар. Бұл екінші көшедегі қарағанда 2 есе артық. Екінші көшеде неше үй бар? Біз неше үй бар екен табуымыз керек екінші көшеде. Ал бірінші көшеден ол 2 есе артық деп отыр. Сондықтан біз шешуі 18-ді 2-ге бөлеміз. Тең 9 болады. Жауабы екінші көшеде 9 үй бар екен. Осылай жазып аласыздар балалар. Келесі есебіміз. Сызба бойынша есеп құрастыр, оны шығар. Мінеке 9 үй, 18 үй. Бірінші тапсырмада есепке кері есеп шығарғанын дәлелде дейді. Біз жаңа есептегеніміздің кері есебі. Көшеде 9 үй, бірінші көшеде, екінші көшеде 18. Неше есе артық екен табуымыз керек. Шешуі 18-ді 9-ға бөлсек 2 болады. Яғни жауабы 2 есе артық екен. Екінші көшеде үйлердің саны 2 есе артық екен бірінші көшеге қарағанда. Келесі есебіміз есепті шығар. Бақта алма ағашы бар. Бұл алмұрт ағашына қарағанда 2 есе кем. Бақта неше алмұрт ағашы бар дейді. Шешуі алма 8, 2 есе кем, бірақ алмұрттан. Алмұрт қанша екен табуымыз керек. Шешуі 8 көбейту 2 тең 16 болады. Жауабы 16 алмұрт ағашы бар екен. Осылай жазып қойасыздар балалар. Келесі есебіміз 4-ші есеп. Үшінші тапсырмадағы есепке бір кері есеп құрастыр дейді. Қысқаша жазбасын жазып есепті шығар. Жаңағыдай есепке біз кері есеп шығарамыз. Алма 8, алмұрт ағашы 16 деп аламыз. Бірақ бірінші алма ағашына неше есе артық екен табуымыз керек алмұрттың. Шешуі 16-ны 8-ге бөлеміз 2 болады. Жауабы алмұрт 2 есе артық екен алмадан, алма ағашынан. 5-ші есеп, есепті шығар. Ағам саяжайда 3 күн демалды. Бұл оның шипажайда демалған күндеріне қарағанда 6 есе кем. Ағам шипажайда неше күн демалды? Шарты саяжай 3 күн, бірақ шипажайға қарағанда 6 есе кем. Шипажайда неше күн демалды? Шешуі 3-ті 6-ға көбейтеміз 18. Жауабы 18 шипажай бар екен. Келесі есебіміз 6-шысы көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір дейді. 6 метріміз 60 дециметр, 300 сантиметріміз 3 метр болады, 8 дециметріміз 80 сантиметр, 9 дециметр 3 сантиметріміз 93 сантиметр, 36 сантиметр дегеніміз 3 дециметр 6 сантиметр деген білдіреді. 2 метр 4 дециметріміз 24 дециметрді білдіреді екен балалар. Осылай жауап жазып қойасыздар. Келесі 7-ші есеп. Есепте бірінші амалдың жауабы 71, екінші амалдың жауабы 30 шығады. Әуелі жақшаның ішіндегін шығарып аламыз, одан кейін мәндерді аламыз. Бұл жерде бірінші бөлу және көбейту амалын орындап, одан кейін қосамыз балалар. Келесі есебіміз теңдеулерді шеш. X қосу жақша ішінде 43 алу 15 тең 29. Жақшаның ішін есепте болсақ 28 болады. X табу үшін 29-ын 28 аламыз, 1 болады. Келесі Y қосу 67 тең 100-ден 23 алсақ 77 болады. Y тең 77-ден 67 алсақ, Y тең 10 болады. Орнына қойсақ, теңдеулеріміз дұрыс шығады екен балалар. Келесі есебіміз 9-ші есеп. Сызбаға сай өне құр және оның мәнін тап депті. 5-ші тапсырмадағы есепке кері есеп шығарғаным болады, балалар бұл. Мысалы, шипажай 18, бірақ саяжай 6 есе артық саяжайдан. Саяжай қанша? Шешуі 18 бөлінген 6 тең 3 болады. Жауабы саяжайда 3 күн демалды деп айтсақ болады екен, осылай есеп шығарып. 10-ші есеп соңғы есебіміз балалар. Ойлан тап. Тор көздерді 1, 2, 3, 4 сандармен толтыр. Осы сандар әрбір жолда және бағанда бір реттен ғана болуы тиіс дейді. Балалар, бірінші мысал, мына бір бағанда 3, 2, 1, 4, 1, 4, 3, 2 деп осылай барлығын толықтырып жазасыздар 4-ке дейін санды.
бірақ реттен қайталану керек. Осылай жазып қоясыздар балалар, кесте құрып жазсаңыздар да болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.